Құрметті мектеп және колледж түлектері, сіздерді Көкшетау қаласындағы құтқарушыларды дайындайтын еліміздегі жалғыз жоғары оқу орны Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясына оқуға түсуге шақырамыз. Академия тарихы 1973 жылдан бастау алды. 1997 жылы оқу орнына жоғары кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша алғашқы курсанттар қабылданды. Ширек ғасырда білім ордасы азаматтық қорғау органдарына 5000-нан артық маман дайындады. 2003 жылдан бастап академия курсанттары мен офицерлері тұрақты негізде Ресей және Беларусь Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің жоғары оқу орнына жіберілді. 2022 жылы магистратураға алғашқы қабылдау жүргізілді. Оқу орны бакалавриаттың 4 және магистратураның 1 білім беру бағдарламасы бойынша білікті мамандарды дайындайды. Атап айтқанда, төтенше жағдайларда қорғау, өрт қауіпсіздігі, өрт сөндіру және авариялық құтқару ісі, азаматтық қорғаныстың командалық тактикалық күштері. Мемлекетаралық келісім бойынша оқу орнында Қырғыз Республикасының азаматтары білім алады. Оқуға қабылдау медициналық, дене бітімі және психофизиологиялық көрсеткіштер бойынша іріктеу қорытындылары мен ұбт балын ескере отырып конкурс бойынша жүргізіледі. Академияға оқуға түсуге ниет білдірген азаматтар тұрғылықты жері бойынша аумақтық төтенше жағдайлар департаменттерінің кадр бөлімшелеріне өтініш береді. Курсанттар білім ордасында республикалық бюджет есебінен оқытылады. Олар барлық оқу кезеңіне киім-кешекпен, тегін тамақтану және мемлекеттік шәкіртақымен қамтамасыз етіледі. 3-ші курсқа дейін курсанттар казармалық жағдайда, 4-ші курста Көкшетау қаласында еркін тұрады. Академиядағы 4 жыл білім алу уақыты әскери қызметті өтеумен тең келеді.